Енді осы және өзге жаңалықтар туралы толығырақ. Бүгін Павлодар облысының экс-әкімі Ерлан Арынның ісіне нүкте қойылды. Елбасынан кешірім сұраған бұрынғы облыс басшысын Павлодар облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты шартты түрде 3 жылға бас бостандығынан айырып, 5 жылға дейін мемлекеттік қызмет атқаруына тыйым салу туралы үкім шығарды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307 бабы 3 тармағы бойынша сот Ерлан Арын Мұхтарұлын кінәлі деп танып, қылмыстық кодекстің 67 бабы негізінде 3 жыл мерзімге шартты түрде жазасын өтесін. Сондай-ақ 5 жылға дейін мемлекеттік қызметтерге және жергілікті басқару орындарына алынбасын. Сала кетейік, прокурор Адамхан Дубаева Ерлан Арынды 5 жылға қатаң тәртіпті колонияға қамауды және 7 жылға мемлекеттік қызметтен шеттетуді сұраған болатын. Алайда сот оны алаяқтық жолмен 1,6 миллион теңге қаржы жымқырды, пара алды және қылмыстық жолмен алынған қаржыны заңдастырған деп айыптап 3 жыл мерзімге бас бостандығынан шартты түрде айырды. Сонымен қатар экс-әкім құрмет және парасат ордендерінен айырылды. Айта кететін жайт, Ерлан Арын өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын айтқан болатын. Тура елбасының атына ашық хат жазған болатынбыз. Енді Құдайға шүкір әділдік салтанат құрды деген ойдамыз қазір. Көңіліміз орнықты. Осы азаматтарға атсалысқан бәріне алғысымызды білдіреміз енді.